Айналайын деген сөздің қағбаға қатысы бар ма? Қатысы бар деген видео біраз әлеуметтік желіге таралды, айтылды, талқыланды. Сол видеоның астына пікірім жазып едім. Қағбаға қатысы бар деген азаматтардың біразы жабылып кетті. Қатысы жоқ дегендер жақтады. Осыған байланысты неге видео түсірмейсіз деді. Осыған байланысты Саясат Қазбекұлы деген азамат былай депті. Мен де келісем бұмен толықтай. Айналайын қазақтың төл сөзі және оның тарихы басқада, Қағбаға да, Мекке Мәдинаға да қатысы жоқ. Ертедегі түркілер бертін келе қазақтар ауру адамды айналып емдеген. Жеңіл желпі ауруларды бақсылар ем жасаған. Жынын шығарып даңғырасын қағып, қатты науқас адамды сау адамның энергиясын беру арқылы емдеген. Яғни ауру адамды айналу арқылы ем-дом жасаған. Науқас адамды арқасына тіреп отырғызып, не тізесін бүгіп жатқызып қойған. Сосын қандасы, яғни қаны бір, туысы, гені бір, бауыры науқасты бойындағы қызуы әбден шыққанша айналған. Қауіптісі сол қатты науқастанып жатқан адамның аурасы мен жағымсыз энергиясын айналып жүрген адам лезде қабылдап, өзінің таза биоқуатын науқасқа өткізген. Бұдан кейін науқас тез сауығып, айналған адам қайтыс болған кездер көп болған. Қазір ғылым адам бойындағы биоөрістің екінші адамға өтетінін, бір адамның екінші адамның энергиясымен қуаттана алатынын дәлелдеп отыр. Біздің қазақ соны ертеде қайдан білген? Жан-жануарлар да ауру, әлсіз, көтере мақұлықтарын ортаға алып, соларды айналып қуат беріп жүреді. Тундрадағы бұғылар, тіпті қорадағы қойлар табынымен, отарымен бір жерде шеңбер бойы айналып жүрген видеоларын көріп жүрген боларсыздар. Міне, бұл да сондай ғой. Көшпенділер ертеден табиғатпен үндес, жан-жануардың сырына қанық жұрт емес пе? Тарихта адамды айналып емдеу туралы деректер көп. Мысалы, Құлағу сарайының тарихшысы Рашид ад-Дин жазып қалдырған. Ол былай дейді: Шыңғысханның 3-ші ұлы үгедей қатты науқастанып өлгелі жатады. Емші балгер қолдарынан келген бар ем-домын қолданады. Шипа жоқ. Кірпігі әзері қимылдап жатқан үгедейдің сарайына дала қан бақсына алдырыпты. Бақсы ханды жазып шығуға болатынын, ол үшін бір ет жақыны, яғни бағана айтып отырдық қой, қандасы, гені бір адамы, бауыры айналу керек екенін айтады. Айналудың не екенін айналған соң тірі қалмайтын білетін жұрт үнсіз қалады. Ешкімнің өлгісі келмейді ғой. Сол кезде Шыңғысханның кенже жолы Төле ортаға шығып, тетелес ағасы үгедейді айналуға келіседі. Төле бауырын солай аман алып қалады. 2 күннен кейін үгедей сауығып, керісінше көп ұзамай Төле 40 жасында ауырмай, сырқамай, бір күн дөңбекшіп жатып қайтыс болады. Бұны Рашид ад-Дин жазған. Қазақ баласына адамды айналма деп ұрысса, демек жаман екен білгені. Ортадағы адамның барлық пәлекеті бойындағы ауру айналған адамға, яғни балаға ауатынын білгендіктен тыйым берген. Ал жақсы көретін адамы не баласына айналайын деуі, сені айналып, барлық пәлекетіңді алып жанымды қиялам, сен үшін жаным құрбан дегендегісі. Міне, бар болғаны осы ғана.